Қайырлы күн біздің студенттер, ата-аналар. Біз бүгін Түркия елінде жақында тағылымдамадан өтіп келген біздің 2023 жылғы түлегіміз Бақытжанмен сұхбат өткіземіз. Бақытжан, өзіңіз таныстырып өтсеңіз толығымен. Менің аты-жөнім Саид Бақытжан Тілегевич. Мен сервис және технология колледжінің 2023 жылғы түлегімін. Мен аспаз кондитер мамандығын бітірген едім. Не себепті біздің колледж таңдадыңыз? Өйткені бұл біздің қаладағы рейтингі бойынша ең жақсы колледж болғаннан кейін таңдадым. Өйткені бұл жақта өз мамандығымды толығымен бітірсем деп ойладым да. Рахмет. Өйткені біздің колледждің материалдық техникалық базасы жағынан да жоғары. Енді сіз бізде аспаз мамандығы және кондитер аспаз біліктілігі мен кондитер біліктілігін таңдадыңыз ғой. Екеуінің ішінде қайсысы сізге жақын? Қазіргі уақытта маған аспаздық өте қатты жақын, бірақ бала кезімнен мен кондитерді армандаған едім. Енді осы жерде айта кететініміз, бізде қазір 2017 жылдан бастап тамақтандыруды ұйымдастыру мамандығының ішінде өте бір жақсы модульдік оқыту бар, яғни бір мамандықтың ішінде екі біліктілік алады. Осы қазір сізде мысал ретінде сол болып тұр. Мысалы, сіз 9-шы сыныптан бізге түстіңіз, аспаздық және кондитер безендіруші біліктілігін бірге алып шықтыңыз. Енді сіз Түркия елінде тағылымдамадан өтуге не себеп болды сізге? Ғана өзімнің тәжірибемді кішкене көтергім келді. Жаңа уровеньге өтіп деген темадан. Енді сіз ол жерге өзіңіз құжаттарыңызды жинап өткіздіңіз ба, немесе бір колледж тарапынан көмек болды ма, қалай өттіңіз? Колледж тарапынан көмек болды. Мен колледжда жүрген кезде маған приложение келді десе де болады, Турцияға жұмыс істеген колледж арқылы. Енді Түркия елінде сіз мысалы 6 ай тағылымдамадан өттіңіз. Сол уақытта сізге қандай жаңалықтар болды? Айырмашылық қандай біздің ел мен Түркия елінің? Айырмашылық қатты көп емес десе де болады, бірақ бар. Ең бастапқысы ол жақта Түркия елінде елдер өзі кішкене біртүрлі. Қай жағынан? Қай жағынан сөйлеу мәдениетінен. Біз Қазақстанда үлкен кісіге сіз деп сөйлесек, ол жақта үлкен кісіге сіз деп сөйлеуге болмайды. Ол уже неуважение болып саналады екен. Біз үлкен кісілер екен, ол жасына қарамай бәріне сен деп сөйлейді екен. Біз ең бастапқысында бір ай соған үйрене алмай жүрдік. Біз өзіміз сіз деп айтып береміз, оларға ол өте жаман қатты тиеді екен. Соған басында үйрене алмай жүрдік. Ал мәдениеті жағынан ұқсастықтар бар ма? Ұқсастықтар бар, иә. Бәрі өте мәдениетті, қонақжайшылық. Бәрі бізді шетелден келді деп бізге бәрін көрсетіп, өзлері тілдерін үйретіп, олар біздің тілді үйреніп, бәріміз бірімізге көмектесіп жүр. Тіл жағынан сізде қиыншылықтар болды ма? Қатты онша емес десе де болады. Жаймен үйрене бастадым. Сіз қандай мейрамханада, қандай қызметте тағылымдамадан өттіңіз? Біздің қаладағы ең жақсы отель болып саналды 5 жұлдыз Selectum Colors Bodrum. Ол отельде жұмыс істегеніме өте қуаныштымын. Мен ол жақта аспаздықта жұмыс істедім. Аспазшының көмекшісі болып қызмет атқардыңыз ғой. Сол уақытта сізде қиындықтар болды ма? Немесе біздің колледжден алған біліміңіз, тәжірибеңіз көмек болды ма сол жерде? Көмек болды. Ең басында мен оларды қатты түсінбедім. Өйткені тілді ол кезде енді үйреніп келе жаттым. Уақыт келе мен өзімнің колледжда өткен тәжірибемді есіме алып, ол жақта әр тамақты есіме түсіріп, сол жақтан бәрін сәл өзгертіп, бұлай үйреніп алдық бәрін. Енді ол жерде сіздің жұмыс уақытыңыздан бөлек өзіңіздің жеке уақытыңызды, мысалы, бос уақытыңызды қалай өткіздіңіз? Мен мысалға жұмыстан кейін жатақханаға барып, жатақханада 1-2 сағат демалып, одан соң қалааралауға кетіп қала беретінмін. Жатақхананы ол жақта ложман дейді. Ложман деп аталады ол жақта. Ол жерде қандай, мысалы, сіздерге мүмкіншіліктер бар, мүмкін қиыншылықтар болды ма? Қиыншылықтар, қатты қиыншылық болмады, тек қана сол тіл ғана. Ол бастапқы 1-2 ай ғана болды. Бұлай содан уақыт келе біз уже түрікше жақсы меңгеріп сөйлей де аласыз. Иә, қазір де сөйлей аламын. Енді сіз сапар барысында алға қойған мақсаттарыңызға жеттіңіз ба? Иә, бірақ бәріне де емес, енді бұлай біртіндеп жеттік. Мен ең басында ол жақта бастапқы ресторанда емес, ол жақта тағы да басқа жерлер болды. Итальяндық кухняға немесе таблаға барғым келді, бірақ оған маған уақытым жетпеді, 6 ай қатты жетпей қалды. Енді болашақта барсам, сол жаққа барам деп ойлаймын. Сонда сіздің айтқыңыз келгені 6 ай деген ондай көп емес, иә? Тағылымдамадан өту үшін. Иә, өте қатты көп емес. Өйткені біз жарты уақытымыз ол тілдің үйренгенімізге кетеді, ал жартысы ол тамақтарын үйренгенге сол уақытта кетеді. Уже 6 ай өткеннен кейін, бәрін үйренгеннен уже үйге қайту керек болады, ол ең қиыны сол. Сонда сіз Түркия елінен бері қарай қайтқанда
қуанышпен қайттыңыз ба немесе қимастықпен қайттыңыз ба? Қалай айтсам болады, 50-50 десе болады. Қимастықпен қайттық, өйткені біз ол жерге уже қатты үйреніп қалдық. Бір шетінен қуандық, өйткені біз уже 6 ай бойы Қазақстанды сағындық. Біз үйге қайтып бараттық, бірақ соның өзінде біз өз үйімізден кетіп бараттық ол жақтан. Өйткені біз 6 ай бойы ол жақтың адамдарымен өте қатты татуластықпен жүрдік. Енді қазір сіз келгеніңізге бір аптадай уақыт болды, иә? Енді сіз Түркия еліне келесі жылы тағы да, келесі маусымда тағы да барам деген ойыңыз бар ма? Ойым бар, енді ол болашаққа байланысты енді. Енді сіз біздің колледждің студенттеріне қандай кеңес берер едіңіз? Түркия елінде тағылымдамадан өткенде қандай жағдайларды ескеру керек? Ең біріншіден ол жақта өзіңнің Қазақстанды жерге таптамас үшін ештеңке сөйлемеу керек, артық. Егер де олар саған жаман көзбен қараса да, сен оған сол бетпен қайтармау керексің. Сен олармен жақсы қарым-қатынаста болсаң, болашақта ол өзіңе жақсы болады. Егер де сен оған көмектессең, ол болашақта саған екі есе қылдырып қайтарып береді. Яғни сол жақтың менталитетін, сол жақтың мәдениетін біліп, сыйластықпен қарау керек. Олардың да өздерінің заңдарын бұзбау керек. Енді Бақытжан, сізге көп рахмет. Енді біздің сұхбатымыздың соңында сіз біздің студенттерге, біздің колледжға түрік тілінде бір өзіңіздің тілегіңізді айтсаңыз. Arkadaşlarım, Türkiye çok güzel oldu. Ben orada 6 ay oldum. Burada da. Türkiye çok güzel. Orada oldu. Biz orada arkadaşlarım oldu. Orada kardeşlerim, ana abam oldu. Biraz уже Мен де түрікше білетінді қосып қойып, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Рахмет көп.